Ассалаумағалейкум қазақ про арнасы. Бүгін біз TikTok'та видеоны толық қалай салуды, қалай комментария өшіруді барлығын үйренетін боламыз. Қалай хэштег қоюды, видео қалай рекке кіруді үйрететін боламыз. Осылай TikTok'ымызға кіріп аламыз. Осы жерді басып салатын видеомызды таңдаймыз. Салатын видеомыз осы жерден іздейміз, немесе фото болса мына жағын басып фотомен ауыстыруға болады. Мына жерден өзіміз бір видеоны таңдап аламыз. Міне менің таңдаған видеом осы. Сосын далее дегенді басамыз. Далее дегенді басамыз. Осы жерден далее дегенді басамыз. Міне далее дегенді бастым. Одан қайтып назад жүреміз. Назад жүргеннен кейін біз осы жерге ат жаза аламыз. Любой нәрселерді мына жерден эффектті таңдай аламыз. Любой эффектіңізді қоюға болады. Осы жерден қойсаңыз, одан кейін сохранить дегенді басу керек. Ана жерден музыка ауыстыруға болады, өлеңді. Осы жерден қалаған музыкаңызды қойып ауыстыруға болады. Сосын барып шығамыз да, мына жерден өзіміздің оригиналный звугымызды қоямыз. Далее дегенді қайтып басамыз. Сосын барып хэштег деген жерге любой нәрсе жаза аласыздар. Мысалы, осы видео ұнады ма деген секілді қылып, ана жерде айқұлақ тұр, сол жерге адамдарды отметка етіп белгілеп кетуге болады. Мысалы, қазір мен біреуді белгілейін. Отметка деген үстін басамыз. Мына жерде қалаған адамымызды таңдаймыз. Мысалы, мен қайсын таңдайын? Дамир деген таңдадым. Осыны отметке етіп кеттім. Осыны отметке еткеннен кейін оған сообщение келеді, сізді осы адам отметке етті деп. Осыны ол сіздің видеоңызды көреді, көбінесе рекке кіру шансы көбейеді. Қазір мысалы біз кімді қазақ бұраған отметке еттім, ол осы видеомызды көруге шансы бар деген сөз. Біздің видеомызды көреді. Сосын біздің видеомызды рекке шығу шансы көбейеді. Ал анште отменить людей дегенді басатын болсақ, бұл жерде біз адамды тура отметке еткендей боламыз, бірақ ол ерекше болып көрініп тұрады. Қазір басайық, отменить. Мына жерден біз мысалы өзіміз көруге болады, друзьямыз ғана көре алатындай қылуға болады, және де барлығы көруге болатындай қылуға болады. Все дегенді бассақ, барлығы көре алады. Рекомендациядан отменить людей дегенді басамыз. Мысалы, мен ана қырғызстандық адамды қойып қойдым. Мына жерде көрінбейді ат. Ол қазір видео салынып болған соң көрінеді. Одан кейін барып готовый дегенді басатын боламыз. Сосын видеоны саламыз. Видео салынсын. Одан кейін барып біз күтетін боламыз видеоның салынғанын. Видеоның салынғанын күтетін боламыз. Дәл осылай басқа видеоны бітті осылай тоқтатып қойып күтуіміз қажет. Міне біздің видеомыз уже толды. Сосын ана қараны басып үстін басатын боламыз. Және де дәл осылай кіреміз да лайк баспаймыз. Видеоға вообще лайк баспауымыз қажет өзіміз. Міне жаңа қырғызстандық тұр, бассақ отменить дегенде анау тұр. Және де дәл осылай видеомыз бітті. Қазір біз не істейтін боламыз? Шығамызда басқа аккаунтымызға кіреміз. Бұл аккаунттан шығып кетуіміз қажет. Рекке кірем десеңіздер, басқа екінші аккаунтымызға кіреміз. Міне қазір үстін басамызда басқа аккаунтымызға кіретін боламыз. Нура деген аккаунтыма кірдім мен қазір. Бұл аккаунтыма кірдім. Енді осы аккаунтта видео көріп отырсаңыздар да болады. Неғса шығып кетсеңіздер пайдасы көп десек болады. Шығып кеткендеріңіз дұрыс. TikTok'тан бұл кезде жарты сағат, бір сағатқа TikTok'тан шығып кеткендеріңіз дұрыс десем болады. TikTok'тан шығып кетеміз. Сосын барып бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Дәл осылай видео салып көрсеңіздер болады. Обязательно рекке кіреді, егер ол қызықты мағыналы видео болса. Бүгін біздің видео ролигіміз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап тастаңыздар достар. Давайте подпискті 3000-ға жеткізіп тастайық қазақ бролар. Сау болыңыздар достар.